Саламатсыңдар ма, балалар? Кезекті сауаташу сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дені саудың жаны сау. Денсаулық зор байлық. Заттың атын білдіретін сөздер. Ал оқушылар суретке назар аударамыз. Бұл суретте қандай бейнелерді көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар. Мұнда балалардың өз күн тәртібіндегі түрлі қимыл іс-әрекеттері бейнеленген. Күн тәртібі бір тәулік ішіндегі іс-әрекеттердің дұрыс реті. Онда тамақтануға, демалуға, сабақ оқуға, түрлі жаттығулар жасауға уақыт бөлінеді. Күн тәртібін сақтау өте маңызды. Ал енді балалар, мен сендерге мына бейнебаянды ұсынамын. Мұқият көріп тыңдаймыз. Ай мектеп. Біздің үйге қонаққа кімдер келеді? Бауыржан ағамыз бен Салтанат тәтеміз келеді. Ал не аламыз? Әртүрлі заттар аламыз. Әртүрлі заттар емес қой бұл. Енді не? Бұл азық түлік. Тағы не аламыз? Керек жарақ заттарды аламыз. Мыналар көкөністер. Дана, мына заттарға қандай сұрақ қойылады? Мынау не? Мыналар нелер? Не, нелер, кім, кімдер деген сұрақтар қойылатын сөздер заттың атын білдіреді. Түсінікті ме? Түсінікті. Онда Бауыржан, Салтанат деген сөздер кім деген сұраққа жауап бере ме? Иә, олар адамның есімдері. Бауыржан ағам дәрігер, ал Салтанат тәтем кім? Салтанат тәтең мұғалім. Мұғалім, дәрігер, аға, тәте сөздері де заттың атын білдіретін сөздер ғой. Иә, адамға қатысты сөздерге кім, кімдер деген сұрақтар қойылады. Кім? Дәрігер. Кім? Салтанат. Кім? Бауыржан. Дұрыс. Ал заттар мен жануарларға қатысты сөздерге не, нелер деген сұрақтар қойылады. Не? Сүт. Не? Үй. Не? Күшік. Дана, тездетейік, қонақтар келеді. Кімдер? Қонақтар. Қайталайық. Заттың атын білдіретін сөздер. Заттың атын білдіретін сөздерге кім, кімдер, не, нелер деген сұрақтар қойылады. Мысалы, Салтанат, сүт, азық түлік, сәбіз, дәрігер, балалар, жануар. Адамға қатысты сөздерге кім, кімдер деген сұрақтар қойылады. Кім? Бауыржан. Кім? Салтанат. Кім? Дәрігер. Кім? Мұғалім. Заттар мен жануарларға қатысты сөздерге не, нелер деген сұрақтар қойылады. Не? Сүт. Не? Үй. Не? Күшік. Сонымен балалар, заттың атын білдіретін сөздерге кім, кімдер, не, нелер сұрақтары қойылады. Есімізде сақтаймыз. Мәтінді түсініп оқы. Мектеп стадионында бір қария мен
7-8 жастағы бала күнде таңертең кездеседі. Қария түрлі жаттығулар жасайды. Арасында жүгіріп те қояды. Ал бала болса, тек итін қыдыртып жүреді. Бірде бала қариядан осынша жасқа келсе де, спортпен айналысуының себебін сұрайды. Денсаулық табиғат сыйы. Әр адам күн тәртібін түзе отырып, өз денсаулығын күту қажет екендігін айтты. Бірінші тапсырма. Берілген сөйлемдерге тірек сөздерді қолдана отырып, көп нүктенің орнына тиістісін орналастыр. Екінші тапсырмада мәтінде кім сұрағына жауап беретін сөздерді бір бөлек, не сұрағына жауап беретін сөздерді бір бөлек топтап жаз. Мысалы, кім адам, не мектеп. Дәл осылай ары қарай жалғастырып жазамыз. Үшінші тапсырма. Көркем жаз. Асқар мен Марат үнемі жаттығу жасайды. Сондықтан олар көңілді жүреді. Балалар, осы тапсырмаларды мұғалімге жолда. Денсаулық баға жетпейтін жалғыз асыл дүние. Ол адам өміріндегі ең бағалы дүние болғандықтан, әр адам баласы өз денсаулығына көңіл бөле қарау қажет. Оны орынсыз ысырап етпеу керек. Үнемі денсаулықтың қорын көбейтіп отыру керек. Дей келе, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңдар.